Сіз сондай көп достар, оны табиғи денсаулық эликсирі деп айтса артық емес. Видео барысында сіздерге асқабақтың ағзаға пайдасын айтып беретін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болуларыңызды сұраймын. Бүгін менің ас үйімде осындай үлкен асқабақ, 3 апельсин, 1 лимон керек болады бізге. Ең бірінші асқабақтың сыртын жақсылап жуып, екіге бөліп турап, сыртын ашып, ішіндегі дәндерінен барлығын тазалап шығамыз. Асқабақ ағзадағы зат алмасу процесін жақсартады. Холестеринін шығарады, ағзадағы қан айналымды жақсартады, ағзаны витаминдер мен минералдарға толықтырады, зиянды және токсинді заттардан тазалайды, семіздіктен арылуға болады, ішек жұмыстарын жақсартады, жүрек бұлшықетін қатайтады, ағзадағы стрессті түсіреді, ұйқысыздықтан арылып, ұйқыны реттеуге болады осы асқабақпен. Бұл достар асқабақтың ең басты пайдаларының бірі. Бұдан да бөлек көптеген ағзаға өте пайдалы көкөніс болып табылады. Бұл шырынды бауырды тазалау үшін де ішеді. Және де достар, бірнеше қарсы көрсетілімдер бар, яғни противопоказаниясы. Асқабақ шырынын ішуге болмайтын жағдайлар: асқазанда гастрит, язва, панкреатит, холецистит және де қант диабеті бар адамдарға бұндай шырынды ішуге болмайды. Осы асқабақ шырынының ең басты пайдасы достар, ол иммунитетті жақсартады. Және де осы нәтижені көру үшін, барлық айтылған пайдасын көру үшін асқабақ шырынын 1 айдың мөлшерінде күнде таңғы асқа 1 стакан, яғни 1 стаканның жартысын аш қарынға, ал қалған жартысын таңғы аспен бірге ішіп отыру керек. Күнде 200 мл ішу керек. Барлығын тазалап алғаннан кейін осындай 4 бұрышты етіп тураймыз да кастрюльге салып, үстінен су құямыз. Асқабақ батып тұратындай етіп су құямыз, қақпағын жауып қайнағанын күтеміз. Апельсин және лимонның шырыны керек болады. Сіздерде шырынын осылайынан сығып алатын зат болса, сонымен істеуге болады. Мен де осындай блендермен езіп аламын да, содан кейінірек сүзіп аламын сүзгішпен. Достар, менде жалпы мөлшері 8 килограмм асқабақ шықты. Ол өте көп мөлшерде. Негізі 3-4 килограмм асқабаққа 2 апельсин қолдану керек боласыздар. Менде басқа апельсин болмағаннан кейін барын қолдандым. Мен рецепті түн ішінде түсірдім. Негізі жақсысы 3 килограмм асқабаққа 2 апельсин қолдану керек. Мен 8 килограмм асқабаққа 3 апельсин қолдандым. Және 1 лимон қолдандым. Дәмі өте керемет болып шықты. Одан ешқандай дәмі бүлінген жоқ. Бірақ жақсысы 3 килограмм асқабаққа 2 апельсин, 1 лимон қолдансаңыздар тіпті жақсы болады. Яғни нағыз рецепті өзінің солай мен өстіп соғын сүзіп алдым, шырынын, апельсин мен лимонның шырынын осылайынан сүзіп алдым. Міне біздің асқабақ қайнады. Қайнағаннан кейін піскенше дейін пісіреміз. Асқабақ тез піседі. Осылай банкалардың бәрін стерилдеп аламыз. Менде мөлшермен 20 минуттай уақытта пісті асқабақ. Сіздер өздеріңіз көресіздер қанша уақытта жұмсарып піскенін. 20-30 минут болуы мүмкін. Содан кейін осылайынан погружной блендердің көмегімен барлығын езіп аламыз. Бір келкі масса шыққанша дейін езіп аламыз. Достар, егер сіздер менің арнама тіркелмеген, жаңадан келген көрермен болсаңыздар, арнамның дамуына үлес қосып, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Сіздер үшін тіркелу оп-оңай, ал мен үшін ол өте маңызды. YouTube'тағы қазақ тіліндегі арнаны қолдап, тіркеліп лайк бас, комментарий қалдырып қоюларыңызды сұраймын. Блендермен езіп алғаннан кейін бағанағы апельсин мен лимонның шырынын қосамыз. Және әрбір килограмм асқабаққа 200 грамм қант қосамыз. Менде 8 килограмм асқабақ, мен 800 грамм қант қостым. Сіздерде егер 4 килограмм, 2 килограмм шығып атса, сол мөлшеріне байланысты қосасыздар. 1 шай қасық лимон қышқылын қостым. Болды, енді қосатын заттарын қосып болғаннан кейін араластырып, жақсылап қақпағын жауып қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін 5 минут қайнатсаңыздар жетеді. Егер шырын сіздерге қою болса, су қосып ішуге болады. Кейінірек банкын ашқан кезде су қосып ішсеңіздер де болады. Мінекей достар, асқабақ шырыны дайын болды. Алдын ала стерилденген банкілерге осылайынан құйып, стерилденген қақпақтармен жауып, бөлме температурасында толығымен суытамыз. Суығаннан кейін салқын жерде ұстағандарыңыз дұрыс.
Міне достар, менде бір ақ асқабақтан, бір үлкен асқабақтан 13 литр суық шықты. Сіздерге де кеңес беремін, базардан бір үлкен асқабақ сатып алсаңыздар, қымбат та емес. Содан осыншалықты шырын дайындап, күнделікті таңғы аста